Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның қолдап тіркелгенсіздер. Владимир Путинді президентім деп атаған солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы облыстағы департаменті айналысып жатыр. Бұл жөнінде Казта хабарлады. Бұған дейін әлеуметтік желіде видео жарияланып, онда екі қыз Петропавлда тұратынын және қаланы орыстың байырғы жері деп санайтынын айтқан. Олардан кімге дауыс беретінін сұрағанда, Тоқаевқа емес Путинге дауыс береміз деп жауап берген. Олар мұнан өзге қазақстандық достарының Украинаға қарсы Ресей жағында соғысып жүргенін айтқан. Қазақстан заңы бойынша өзге елдегі соғысқа қатысуға тыйым салынады. Өткен аптада Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары Орал қаласының жергілікті тұрғынын әлеуметтік араздық туғызғаны және сепаратизмі үшін соттайын деп жатқанын хабарлаған. Бұл хабарға қарағанда Орал тұрғыны Максим Яковченконың әлеуметтік желідегі пікірлері ішінде Қазақстанның кейбір қалаларын Ресейге беру керек деген сөз болған еді.